Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен творожный пирог жасайтын боламыз. Дәмі деген супер. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен қажетті заттарымыздың барлығын өлшеп дайындап аламыз. Бізге еріктен өткізілген ұн, сары май, майонез, қаймақ, жұмыртқаның сарысы, разокеде құмшекер қажет болады. Бірінші жұмыртқаның сарысына құмшекерімізді салып, миксермен жақсылап 2 есе ұлғайғанша, ағарғанша, қанты ергенше жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Шамамен 3-4 минут аралығында миксерлейміз. Міне осындай ақ массаға енеді. Енді осыған майонезіміз бен қаймағымызды салып, тағы да біркелкі масса болғанша миксерлеп жібереміз. Міне осымен біздің жұмыртқалы массамыз дайын. Енді електен өткізілген ұнымызға мұздатқыштан шыққан сары майымызды алып, осылай терканың көмегімен өткізіп алатын боламыз. Міндетті түрде мұздатқыштан шығарылған майды қолданыңыздар. Майымызды барлығын осылай өткізгеннен кейін үгілмелі қолымызбен араластырып, үгілмелі қамыр жасаймыз. Разогретелімізді қосып, тағы да араластырып жібереміз. Енді осы массамызға жұмыртқалы сұйық массамызды құйып, қолымыздың көмегімен қамыр илейміз. Қамырды басында ұны көп сияқты, бірікпейтін сияқты болып көрінеді, бірақ қолымыздың жылуымен бірігетін болады. Сондықтан ешқандай су, жұмыртқа қосып жібермеңіздер. Бұл қамыр универсал қамыр болып табылады. Начинкасына кез келген начинка салып, пирогтар жасай берсеңіз болады. Чернослив салып, термостабильная сгущенка салып жасасаңыздар болады. Осындай қамыр шығады міне. Енді осыны салафан қалташасына салып, салмасын дайындағанша кем дегенде жарты сағатқа мұздатқыш холодильникке салып қоятын боламыз. Менде қолдың сүзбесі, осыған қаймағымызды қосып, және де 2 жұмыртқа, құмшекер салып, блендердің көмегімен біркелкі масса болғанша блендерлеп аламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, миксерлеп алуға болады, бірақ ол кезде сіздер магазиннің пастобразный сүзбелері болады, соны қолданғандарыңыз жақсы. Міне осындай масса болды. Енді холодильниктен қамырымызды шығарып жаятын боламыз. Қаласаңыздар үстіне жол етіп қойғыларыңыз келсе, осы қамырдан кішкене алып қалып, үстін сәндеп жіберуге болады. Бірақ мен барлығын қолданам. Бұл қамыр тез үзілгіш келеді, сондықтан өте мұқият жұмыс жасайтын боламыз. Не осылай алып, енді формамызға астына мен фольга төсеп алдым. Менің формамның диаметрі 48-30 сантиметр үлкен. Бұл әсел пештің несіне симайды, листінен үлкен, яғни қамырымызды енді біркелкі етіп жайғастырып шығамыз. Шет-шеті, ортасы барлығы бір шеті үлкен, бір шеті жұқа
болып қалмауы керек. Бортиктарын шығарып, бортиктардың үстіңгі жағдарында бүйтіп тегістеп жібересіздер. Сол кезде әдемі көрінетін болады. Бұл пирогтарды үлкен жиын тойларға, көп қонақ күтетін кезде жасасаңыздар өте ыңғайлы. Қалауларыңыз бойынша осы берілген құрамның жарты бөлігімен домалақ пирогтар жасасаңыз да болады. Немесе осы қамырды екі бөлікке бөліп, әртүрлі начинка салып, екі түрлі домалақ пирог жасасаңыз да болады. Енді салмасын құямызда 180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Пештеріңізді алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаңыздар, және де қалауларыңыз бойынша үстіне осындай жидектер салып шығуға болады. Менде қатырылған клубника мен малина. Пешке жібереміз. Міне осылай пісіп шығатын болады. Суығаннан кейін барып формасынан шешетін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Ақбота.